Абдуллақов Шерхан сүйген жүрек әңгіме. Дөкейдің ерке қызы болсам да, ризалықпен етікші жігітке қалай тұрмысқа шыққанымды айтайын. Мен бір дөкейдің ерке қызымын. Есімім Қарагөз. Әкемнің тоннадай табысы менің балалық шағымның алаңсыз әрі армансыз өтуіне кепілдік бола білді. Жегенім де, жемегенім де үстелдің үстінде қаз қатар тізіліп тұратын. Жеке аспазым менің қалағанымды тура көз алдыма қуырып беретін. Мені мектебіме апарып салу мен алып кетудің өзі 3 жүргізуші мен 3 оққағардың кәдімгідей жауапты жұмысы еді. Біздің дұшпандарымыз үйімізге бірнеше мәрте қастандық жасаған соң, әкем мені тіпті дүкенге де жалғыз өзімді жібермейтін. Мені барынша қызғыштай қорғап өсірді. Анам Болгарияда тұрады. Әкемді тастап, Қара теңіз жағалауындағы кезекті бір демалысымызда бір болгардың жігітімен танысып, соған ес-түссіз ғашық болып қалып, соңынан кетіп қалды. Әкем дүние мүлкінің жартысын анамның атына сотсыз-ақ аударып берді. Өзі көп сөйлемейтін адам болғандықтан дауласуды қаламай тұрғанын түсіндім. Әркімнің бақытты болуға өз құқығы бар. Анаңды сөкпе. Сені осы жарық дүниеге әкелгені үшін сен оған мәңгілік қарыздарсың, деді әкем менің шашымды өріп жатып. Бүгін кетпесе де, әйтеуір бір күні ажырасатынымыз сөзсіз еді. Өйткені екеуміздің арамызда махаббатсыз тек сыйластық қана болды, деді мені жұбатып. Менің тіршілігім бассейнде жүзу, қосымша сабақ алу, шопинг жасау. Менің бір киімімнің өзі біреудің айлық жалақысының көрсеткішінде еді. Жеке өмірде жолым болмады. Өзім қатарлы қаладағы байдың балалары кездескен кезімізде өздерінің тым нәзік, өзіндік ойы жоқ ынжық, мені қорғай алмайтын дәрменсіз екендіктерін көрсетті. Ішкендері, шеккендері, шаштарын бояп, құлақтарына сырға таққандары, татуаж салдырғандары маған мүлде ұнамай қалды. Тілге бәле, іс жүзінде дәрменсіз жігіттерден әбден көңілім қалды. Шіркін, қарапайым жігітке тұрмысқа шықсам ғой, дедім бір күні ойыншық аюымды құшақтап отырып. Күйеуім айбарлы болса, соның айтқанынан шықпай кірін жуып, баласын туып, есік алдын сыпырып жүгіріп жүретін едім дедім. ютубтағы тәрбиелік мәні зор бір киноны көріп болған соң. Анталияға ұшуыма 4-ақ сағат қалғанда, қас қылғандай ең жақсы көретін туфлиімнің өкшесі пырт етіп сынып қалды. Енді не істеймін? Деп басым қатып. Өкшесіз тағы жүре алмаймын. Есіктің алдында 3 көлік 3 оққағарыммен мені әуежайға шығарып салуға тас түйін дайын тұр. Жақын жерден аяқ киім жөндейтін жер табыңдар дедім. Оларға зілдене бұйырып. Ары бері жүгіріп жеткен олардан естігенім, аяқ киім жөндейтін жердің барлығы да кешке жабылып қалыпты. Жарайды, кеттік әуежайға дедім жүргізушіме. 3 автокөлік кортеж болып келе жатырмыз. Әуежайға біраз ғана қалғанда жолдың шетінде тұрған аяқ киім жөндеу деген шаң басқан жазбаға көзім түсті. Ішінен еңгезердей бір жігіт шығып, есігін құлыптап жабайын деп жатты. Тоқта, дедім жүргізушінің зәресін ұшыра сырғыта тоқтатып. Қолыма туфлиімді алып, көліктен секіріп түстім. Артымда 3 оққағарым жүгіріп келе жатты. Туфлиімді жасап беріңіз дедім. Есігін жауып жатқан жігітке амандасусыз бұйыра сөйлеп. Үсті аяқ киім тие бере қажала
Қап-қара болып кеткен жігіт маған қарап күліп тұрып: «Қарындас, біз жабылдық қой, көрмей тұрсыз ба?» деді қолын шүберекпен сүртіп жатып. «Мен Анталияға ұшып барам. Маған тез туфлимнің өкшесін жөндету керек», дедім қырсығып. «Жөндемей қайда барасың?» деді оққағарларым оған қысым көрсетіп. «Сендер мені күштеп істеткілерің келіп тұрма не?» деді етікші жігіт тіпті сенімді түрде сөйлеп. «Мен де сендердей спортпен жаттығам, үшеуіңе де шамам жетеді», деді төбелесуге дайын екенін білдіріп. «Бірақ енді қарындас, жолға шығып бара жатыр екенсіз, жолыңызды ұстамайын», деді басын шайқай құлпысын қайта кілтімен ашып. «Жүріңіз, кіріңіз», деді аяқ киімінің иісі көз аштырмаған кішкене дүңгіршегіне кіріп жатып. «Оққағарларыма, мені көлікте күтіңдер», дедім. Ішінде сығылысқан аяқ киімдердің иісіне шыдай алмай дүңгіршегіне әзер кірдім. Нағыз шебер жігіт екен. Бүкіл құрал сайманы тізіліп тұр. «Осы адамдар қызық, тура жабылатын кезіңде келіп алады», деді жігіт бұрқылдай ренжіп. Әп-сәтте туфлиімнің өкшесін жаңа күйіндегідей жасап берді. «Қарындас, ақшаңыз керек емес, жолыңыз болсын», деді жігіт үйіне қайтуға асыққанын білдіріп. «Қалай ақша керек емес?» дедім. Каспий нөмірін жазып алып ақшасын аудардым. Қызметін өте жоғары бағаладым. Анталияға көтеріңкі көңіл күйіммен ұшып кеттім. Жігіттің қайсарлығы, салқын қандылығы, шеберлігі, еңгезердей тұлғасы мені өзіне тәнті етті. Ұшаққа отырғанымнан бастап етікші жігітті ойлай бастады. Ақша аударған нөмірінен WhatsApp-ын шығарып алып, рахмет деп жазып жібердім. Жігіт оқыды, бірақ жазғаныма жауап бермеді. Қаншалықты маған көңіл аудармаған сайын мен соншалықты қарапайым жігітті жақсы көре түстім. Жекесіне әйтеуір сылтауратып жаза бердім. Етікші жігіт мені бір күні мүлдем блокқа қойып тастады. «Ылғи да менің дегенім болушы еді ғой, бұл жолы не болып қалды екен?» дедім, сәтсіздігіме алғаш рет таң қалып. Етікші жігітке ғашық болғаным соншама 2 жетіге жоспарлаған демалысымды 1 жетіге шегердім. Елге тез қайтқым келді. Мені енді жерорта теңізіндегі Анталия емес, қарапайым етікші жігіт қатты қызықтырды. Ұшақтан түсе салған бойда сол жігітті көруге асықтым. Дүңгіршегіне кіріп келсем, жігіт шамасы қарны қатты ашып кетсе керек, колбаса мен батонды араластырып жеп, кола ішіп отыр екен. Жүгіріп барып, жақын маңнан гриль сатып әкелдім. «Тағы да сіз бе не?» деді жігіт басын шайқаған күйі. «Иә, менмін», дедім майыса жауап беріп. Жігіт 1 рет үйленіп ажырасқан болып шықты. Баласы жоқ екен. Жамбыл ауданындағы ауылдардың бірінде әке-шешесімен бірге тұратынын айтты. Ұнатып қалғанымды сезіп, ол да маған кейін өз көңілін білдірді. «Әкеме, мен өз іздегенімді таптым. Маған тиесілі қаражатты түгелдей қарттар мен жетімдер үйіне аударамын», дедім. Кортежбен оққағарлардан бас тартатынымды айттым. «Шешең бізден кеткенде әркімнің бақытты болуға өз құқығы бар деп айтқаным есіңде ме?» «Әрине қызым, саған ақ батамды бердім», деді әкем ризалықпен тілеуімді тілеп. Шығындалып той жасатпадық. Сол тойға деп берілген ақшаға жетімдер үйіне бірнеше велосипед, телевизор, ноутбук сынды тағы басқа керек жарақтарын азық түлігімен қоса апарып беріп, үлкен үстел жасадық. Тек ұл жолдас пен қыз жолдасты куәгер ретінде шақырып некемізді қидырдық. Шетелге шығуды бір жола тоқтаттым. Елдегі ішкі туризмді дамытуға өзіндік үлесімізді қосайық деп балайымызды Алакөлде өткіздік. Жыл сайын Көлсай, Балқашқа, Зайсанға барып тұруды әдетімізге айналдырдық. Әкеммен тұрмысқа шыққан соң ол да 2-ші мәрте үйленді. Әкемді
көпшіліктің көзінше қатты құшақтап тұрып, әке, мені қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіргеніңіз үшін сізге мәңгілік қарыздармын дедім басымды иіп. Байдың қызы болған еркелігімді тыйып, Жамбыл ауданындағы ауылдардың біріне келін атандым. Дөкейдің ерке қызы болсам да ризалықпен етікшіге тұрмысқа шықтым. Күнде таңғы 5-те тұрып қорадағы 7 сиырды сауам, сүтінен құрт, айран, қатық жасаймын. Атам мен енеме сәлем салып, дәрет суын дайындаймын. Содан соң қалада аяқ киім жөндейтін шебер күйеуіме қарай тамақ апаруға асығамын. Адамдық қалпыңды сақтап қалғың келсе, қақпаңды биіктете бергеніңді қойып, жаюлы тұрған үстеліңдегі дастарханыңды кеңейт.